Кока-кола мен пепси сол қазақтардың жарнамасына мұқтаж емес. Бүгінгі екі өлең де өте спорный өлеңдер. Екеуміз бірге ән айтайық. Ұмытқандай түрменен сағынамын түнде мен. Қараған көздерің емдейді мені, ол жоғары деңгейдегі медицина. Доңыз нәпсің ештеңеге тоймай. Ұнайды, әттең-ай шіркін-ай деп айтамыз бүгін. Ол менің сөзім, ол сенің сөзің, ол елдің, ұлттың сөзі ғой. Елдің бәрін жамандап, өзі қандай түн дейді. Осы жерде екеуміз кетіп қалмайық. Қазаққа ескірмейінше, абай ескірмейді. Сөзді ойнатуға болады, сөзбен ойнауға болмайды. Армысыздар, Мөлдір өлең арнасының мөлдіреген көрермендері. Ассаламуалейкум, құрметті көрермен. Автор бағдарламасы кезекті шығарылым. Сөз сақшылары, бағдарлама жүргізушілері Мөлдір Айтбай және менің әріптесім Айтбек Тұрсынбай. Бүгінгі талқылайтын екі ән, бірінен бірі өтетін әдемі әндер, ән жөнінде де, ырғақ жөнінде де, орындау жөнінде де өте керемет, ешқандай дау тудыра алмайтын әндер. Негізі қазір біздің сахнада, эстрадада жалпы өте көп сорақ сөздер иелері бар. Енді олардың барлығын талқылайық десек, бір сөздерді орындайтын әншілер тіптен кім екенін білмейсің. Көшеден келген біреу. Және рэп айтып кетеді көбісі. Бір әнші деуге де келмейтіндер бар. Сол себепті мысалға кеше көп адамдар жазып жатыр екен TikTok желісінде, әсіресе Coca-Cola, Pepsi деген өлең талдаңдаршы деп. Сосын мен бұл өлеңді кім жазды екен, кім айтады екен деп тыңдап көрдім. Талқылауға келмейді. Енді жалпы басқа сол Coca-Cola мен Pepsi сол қазақтардың жарнамасына мұқтаж емес. Олардың жарнамасына Бейонсе мен Шакира түсіп жүр ғой. Рональдо мен Месси түсіп жүр ғой. Coca-Cola, Pepsi нағыласың сен жарнамалап. Олар саған түк бермейді, құрсын одан да Макси чай жарнамаласай. Қазақтың 100 азаматына ұя беріп жатқан жоқ па? Ертең Қайрат жеңетін болса, барлығына көлік алып берем деп уәде берді. Кім? Макси чайдың. Тамаша лайым, Қайратқа жеңіс тілейміз. Және одан кейін тағы да Ирина Каратина деген топтың өлеңдерін талқылаңдаршы деген сөздер кепті. Ол өзімнің де ойымда жүр. Біз өткен жолда айтқанбыз. Енді оның ең сорақы екі сөзі маған ұнамайтын Айдахар және анау Чина Братан деген өлеңі. Енді оны қарасам өлең деуге келмейді екен. 340 миллион. Жарнама ғой. 340 миллион қаралымы болғанмен, ол жарнама екен. Ол Old Spice деген өзі қай жерге жағатын білесіздер, сол заттың жарнамасы екен да. Оны ән ретінде алып талқылау менің өзіме кішкене ұят болатын болды. Енді Мөлдір Айтбай атыма сәл-пәл сын келетін болғандықтан. Жалпы негізі талдайтын ән бар, ауыз толтырып, айтып, талқылап, осы жерін түзеп жіберсе деуге келетін әндер бар. Және мүлдем бір жарнама өзімен өзі рэптің сөздері, оны бір талқылап отыратындай, оған ауыз ауыртатындай, уақыт жұмсамайтындай. Қазақтандай нәрсе бар ғой. Әндер бар. Өзімен кетсін дейтін. Шошып кеттім ғой. Кім бар дегендей. Сондай әндер болғандықтан біз бүгін мына өлең талқылаймыз. Бұл өлеңді орындайтын Акимич дейді. Тұрармен бірге айтқан екен. Бұл өлеңді шыққанына 1 жылдан астам уақыт болған. 48 миллион рет қаралған. 5185 пікір жазылған. Пікірден бастайық. Они оба круто сделали. Это тот момент, когда песню нельзя представить и без первого, и без второго дейді. Екеуі бір-бірін толықтырып тұр деп тұр ғой енді. Офигенно. Я только не отошла с хаттарым, а тут еще один хит дейді. Акимичтің қою қанық даусымен Тұрардың сазды үні комбо дейді. Сөз туралы айтқан ешкім жоқ. Бұл жерде жалпы енді бұл сөзді мен алған кезде, мына Айтбек қағаздарды шығарып алып келген кезде, сіз бұны әттең айға қойып тұрсыз ба, шіркін айға қойып тұрсыз ба деп сұрады. Мен рас информацияны айтып жатырмын. Өйткені әттең айға қоятындай қатты бір өрескел қатесі жоқ.
өлең әдемі. Шіркінайға қояйын десек, шіркінай деп те соңына дейін тамсанып тыңдай алмайсың. Бүгінгі екі өлең де өте спорный өлеңдер, мынандай қарама қайшылыққа толы өлеңдер. Екінші талқылайтын, шіркінайды талқылайтын өлеңді әттең-айға қойып жүрсең де болады. Мынау әттең-айда талқылап жатқан Акимечтің ұмыттың ба деген өлеңін шіркінайға қойып жүрсең де болады. Енді Тең ғой. иә, бір-бірімен өте тең дәрежедегі, айтып тұрмын ғой, екеуі де керемет өлең, өзінің тыңдарманы бар өлеңдер. Бұл өлеңді неге алдық? Мына өлеңнің басында бір 8 қатар рэп бар. Бұл рэпті кім жазғанын білмеймін. Әжептәуір шіркінайдың өлеңін әкелдік те әттең-айға әкеп тастадық. Осы 8 қатар үшін. Осы жері болмаса басқа жері әдемі. Ол қандай сөз? Қай жер? Қараған көздерің емдейді мені. Ол жоғарғы деңгейдегі медицина дейді. Иә, қараған көзі емдеуі мүмкін. Біреудің қараған көзі жанды жаралайды, біреудің қараған көзі жүректі жаралайды, біреудің қараған көзі ғашық етеді, біреудікі емдейді, иә. Жақсы, ол жоғары дәрежедегі медицина. Бас фанатың болып кеттім сенің дейді. Алыста жүрсің, жүрегімді қинап. Бағана медицинаға ұйқас, цинаға қинап деп ұйқастырып тұр ғой. Медицина дегесін Ибн Сина деп па, бір бәлеге ұйқастыра салмадыңдар ма? Қазір қайдасың, кімнің жанында? Араласпа десең де түсінем. Иә, қызғаныш бар менің қанымда, ол да саған ұнамады, білем дейді. Осылай рэппен басталады. Осылай рэппен басталады. Осы 8 қатар рэп мына өлеңнің бүкіл сәнін, мәнін, мағынасын құнын төмендетіп тұр. Бұл рэпті негізі басқа адам жазған. Енді авторын білмеймін. Бұл жерде де автор жазылмаған. Мына өлеңді біреу жазып, толық өлеңді біреу жазып, мына рэпті басқа біреу жазған сияқты. Мына толық өлеңді Акимеч жазып, мына рэпті Тұрар жазған десем де болады енді. Иә, екеуміз бірге ән айтайық дегеннен кейін, онда менде мынандай сөз бар деп қосылған дүние болуы мүмкін. Сол қосылған жері құртып тұр ғой, қоспау керек еді ғой. Немесе ары қарай өзің қоса салу керек еді да. Мынаның бәрін жазған адам 8 қатарда шығаратын еді ғой. Енді әттең-ай деуге келмейтін жерін оқиық. Ол менен де жақсырақ, жүрегімде көп сұрақ. Қоюға да бата алмай, айтқым келеді бірақ. Ұмытқандай түрменен, сағынамын түндемен, түндемен. Тамаша? Ол менен де жақсырақ. Сынайтын ештеңесі жоқ, жүрегімде көп сұрақ. Әрине сенен біреу жақсырақ болып, сенің сүйген қызың басқа біреудің жанында жүрсе, жүрегінде көп сұрақ болмай, не істейді енді? Әрі қарай? Ұмытқандай түрменен, сағынамын түндемен деп айтыстың мақамымен. Мені ұмыттың ба жүрегімнің жартысы, ал мен қайтқым келеді сол айға. Қара жерден мықты жүрегіңнің тартысы, сен ұмыту оңай ма? Осы қара жерден мықты сенің жүрегің тартысы деген кімнің? Жалпы бұл енді бар сөз. Тартылыс заңы. Тартылыс заңы, гравитация заңы бойынша кімнің? Төлеген Айбергеновтың Ана деген өлеңінде бар. Айға сіңілі қарындасың, қасиетті жерге сен дейтін. Иә, әдемі сөз мынау. Мен әттең-айға қоюға мүлдем қимайтындай сөз, бірақ анау 8 қатар құртып тұр ғой бұны. Басталған кезде қараған көздерің емдейді мені. Ол жоғары деңгейдегі медицина деген. Сонда сіз бұл әнді тыңдайсыз? Тыңдамай, мен бұны өткізіп жібересіз ба осы? Басын бастадым да, мен бір рет осыны басын бастап тыңдадым да, өшіріп тастадым да, әттең-айға қосып қойдым. Содан кейін кеше сөзін шығарған кезде қарасам, сұмдық сөз. Бірақ басындағы 8 қатар жүректі сәл-пәл. Әттең-ай, шіркін-ай деп айтамыз. Не болмаса, шіркін-ай, әттең-ай болайын деп тұр. Аха. Әлде еске алып тұрасың ба түндерде, біз тыңдайтын әндерге салып. Орынымды жүректегі босаттың әлде, менің атым өткенде қалып. Тағы да түн келет, ос шіркішті. Түнменен мұң келет, есіме сені салып. Барады білгім кеп, біреумен жүрме деп, қызғанып, есім танып. Янау, сені салып пен есім танып деген сөз жоқ, енді есімнен танып деген сияқты сөздер бар, бірақ есім ауып деген бар. Есім танып деп қазақта айтылмайды. Бірақ тағы да түн келет, түнмен мұң келет, тамаша ғой. Түн келген кезде міндетті түрде ол күндіз жұмысқа алданасың, шаруасында жүреді. Қанша қиналып жатсаң да, қанша сүйіп тұрсаң да ұмытып кетесің, бірақ түнде оның бейнесі көз алдыңа елестеп, звондағың кеп, жазғың кеп,
жазып қала ма деп елеңдеп. Әркімнің ұялы телефонында бір нөмір бар, хабарласа алмайтын. Қара тізімде немесе өзгілігіңнен хабарласуға бата алмайтын. Батпайтын. Бір күні хабарласқанда кеш болу әбден. Хабарласқанның өзінде әңгімең жараспайтын. 1-2 минуттан әрі аспайтын. Мен сондай жақсы қызбын, жігітпен таласпайтын, ары қарай оқи берейік. Жібермей өткенім, білсе де біткенін, барлығы арамызда. Осылай қаламыз ба? Түсіне алмадық, кешпедік, өзіңмен қаншама естелік. Кіршіксіз таза сезмет, айтшы алтыным, не істедік? Сөздерге еріп біз өтірік, қалмаймыз бекен өкініп, не кірді арамызға. Енді әттең-ай деу үшін қайтадан басын оқиды. Әттең-ай деу үшін басына қайтып келеміз. Қараған көздерің емдейді мені, ол жоғары деңгейдегі медицина. Бас фанатың болып кеттім сенің. Алыста жүрсің жүрегімді қинап. Деген жері әттең-ай. Доңыз нәпсін ештеңеге тоймай. Ұнайды дәкеңе де ол әне. Бүгінгі шіркін-ай айдарының басты кейіпкері өзі енді ғана жарқ етіп көрінген жас әнші. Бұған дейін жігіттердің ғана өлеңдерін талдап келіп едік. Бұл қыз баласы, есімі де ерекше, өзі де ерекше, әні де ерекше. Еңлік мейлі әні. Безіді өздері қырсық бос адамдар, ми, тек басымай бар. 2 ғана апта болған шыққанына әннің 1.200.000 қаралым жинаған. 1149 пікір жазылған. Шіркінайға қосатын себебіміз бар. Қазір қар өлең ұйқасымен жазатын 11 буынды әндердің барлығы бір 2015 пен 2020-ның арасындағы әндер бөлек болса, қазір жаңа буын келді, жаңа өкіл келді дейтін болсақ, жаңа өкілдің біреуі ойып тұрып орын алатын Еңлік дейтін қарындасымыз өзінің тілімен сол заманауи бағыттағы жалындап тұрған әнмен, сол мақаммен осындай жақсы сөз жазғанына қуанып тұрмын. Қызығын айтайын, ешқандай орысша немесе ағылшынша сөз жоқ. Иә. Бұлай да әнді өткізуге болады. Осы себепті бұл өлең бүгін шіркінайда. Жақсы, елдің пікірін оқиық, сіздердің де пікірлеріңіз осындай деп ойлайым. Ойлаш әлемдік деңгей дейді. Жапониядан жазып жатыр. Geçen hafta Kairat матчында стадта жанлы денледім дейді. Кеше өткен аптада Қайраттың матчында стадионда живой тыңдап көрдім деп тұр, тірілей тыңдап көрдім деп. Иә, әлем қарашы, бұл қазақ қызы дейді. Эсер чок башанлы олмыш дейді. Енді әлем жазып жатыр. Я из Украины дейді. Әлем жазып жатыр пікірді, біздің пікірді. Қоса кетейік. Ұстап сезбесе көрінбейді көп өтірік. Көлгірсіген паңдар. Адамның қазір ниет деген нәрсе бағанағы ұсталмайтын нәрселердің ішінде. Ниет деген нәрсені ұстап, көріп, сезіп, білу мүмкін емес. Көлгірсіген паңдар. Себебін іздеп, шындықты торламаңдар дейді. Безеді өздері қырсық бос адамдар. Мейлі. Мейлі деген сөздің өзін, бопты мейлі деген сөзді, мейлі. Жеткізуі. Бір сұмдық бір шетелдің сөзі сияқты. Жапониядан жазып жатқаннан кейін енді біле берсеңізші, мынаны қалай ғана қазақтың сөп сүйкімді, сұп сұлу, бай тілін алып келді да әлемге паш ете салды. Әлем айтып жүр қазір мейлі деген сөзді. Мейлі оны мейлі деп айта берсін. Ол бастысы мейлі деген сөз ғой. Ол менің сөзім, ол сенің сөзің, ол елдің, ұлттың сөзі ғой. Ұлттың тілі ғой, ешқандай шұбарланбаған, ешқандай алаланбаған тіл. Мағынасында енді Еңлік өзінше жеткізуге тырысқан, жеткізе алған және. Керемет, шіркін-ай дейтін дәрежеде болмағанымен, бір поэзиялық, бір керемет әдемі теңеулермен, қымбат, жаңағы маржандай сүзіп алған сөздермен болмаса да, қарапайым өзінің деңгейіндегі жастарға өтімді тілмен жеткізе алған. Енді ертең тек мейлі, тек бас аман бар дейді. Доңыз нәпсің ештеңеге той алмай зар. Ертең кешке, ертең бесте деп алдай сал.
бұл барлығына қатысты. Иә. Мен жұмыс жасауым керек, не болмаса бір кешке жатардың алдында тау қопарып, тас өгіп, ойша. Бірақ ертең таңертең тұрған кезде ұйқы қанбаған, тағы да 2 сағат телефон шұқылап жатып, солай доңыз нәпсінің жетегінен шыға алмай, ертең жасаймын, ертең кешке, ертең 5-те. Бұл барлық жағына қатысты дүние, өтімді. Иә, Инстаграмда бізде қыздардың арасында жиі келіп тұратын қалжың видеолар болады. Біз бүгін құрбым екеуміз тура 1 жыл болды таңертең жүгірмей жүргенімізге деп. Жүгіреміз деп ойлап жүргенімізге деген сияқты. Ертең кешке, ертең 5-те деп алдай сал. Өзіңді де алдайсың, өзгені де алдайсың. Ондай нәрсе енді бәрімізде бар. Кез келген шаруаға қатысты. Көздеріңе көрінбейді неткен іштар. Мейлі дейді. Тағы да сол көзге көрінбейтін ниет, іштарлық, көреалмаушылық, доңыз нәпсі деген сияқты нәрселерді айтқысы келген. Бопты мейлі. Бос уақытқа бай, майдаланған сөздер қандай мұң. Бос уақытқа бай деген сөз, ешкім қазір бос уақытқа бай емес. Бос уақытқа бай адамдар ештеңе ойланғысы келмейтін адамдар, және болашағы үшін, мәңгілігі үшін ештеңе жасап жатпаған адамдар. Осының алдындағы уақыт деген әнде біз уақыттың қадірін сезініп, уақыттың қымбат екенін сол әнді талқылап отырып бір сондай күй кештік, түсіндік. Мынау соның бір жалғасы болып тұр ғой. Сол уақыттың қадірін білмейтін бос өткізіп жіберетіндерге жақсы 2 жолмен. Майдаланған сөздер қандай мұң дейді. Иә, уақыттың босқа өтіп жатқан әрине ол мұң. Пайда үшін дайын адамдарды көрдім ұнамайтын. Пайда үшін адамдар қазір көп нәрсеге дайын ғой. Пайда үшін адамдарды алдауды қояйықшы. Оның жазасы ауыр, ана дүниеде, мына дүниені қойш, сенің балаңның баласы, оның баласының баласы, ол қайтады. Құдай көріп тұр ғой. Еңлік, рахмет. Елдің бәрін жамандап, өзі қандай түн дейді. Осы жерде екеуміз кетіп қалмайық. Өзіңді көрмесең, сен емес мен тазалайтын дейді. Иә, дұрыс. Қазір ешкім тазалай алмайды. Адамның мына жері өзіне тыныштық беріп тұрса, сол өзіне дұрыс қой. Оған сенікі дұрыс емес деп те түсіндіре алмайсың, менікі дұрыс деп те түсіндіре алмайсың. Әркімнің өз шындығы бар. Еңлік не деген терең адамсың сен. Мынаны егер өзің жазған болсаң, респект саған. Бас ием. Ары қарай кетейік. Ескірсе де ескірмес сөз. Ескірсе де ескірмес сөз. Иә, сөз ешқашан ескірмейді. Ғалымның хат өлмейді, жақсының ат өлмейді деген сол. Дәуірлер көшті, адамдар өлді, қалалар қирады, бірақ сөз қалды. Әйтпесе, Абай қашан ұмытылады, не болмаса абай қашан ескіреді деген сұрақ қойған екен. Сол кезде жауап берген. Қазаққа ескірмейінше абай ескірмейді. иә, әдемі. Егер содан алсаң да өте әдемі алғансың. Енді не дейін, сөз өткір, өтсін, мен енді дем берейін дейді. Иә, сөз өткір. Бағана сағаттың тілі деп айттық қой, сол сияқты сөзді де адам бағана өткен шығарылымда. Айтылған сөз атылған оқ деген мақал бар. Енді оқ өткір болмағанда не өткір болады? Мысалға, қызыл тілде буын жоқ деген бар. Тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады. Тіліңмен байлап кеткенде тісіңмен шеше алмайсың деген сияқты сөздер бар. Отандастық деген мақал бар. Өткен бағдарламада айтқам. Есіме түсті. Сөздің өткірлігі өте керемет. Еңлік, сенің де әрбір сөзің өткір болып тұр. Мен енді дем берейін дейді. Я, демді бер алып тұрсың. Әңгімем өтпет десең, жүрегің керең дейді. Құлағың керең дегенді барлығымыз білеміз. Жүрегің керең деген ол санаңның саңлауы бітеу деген сөз. Одан кейін барып, көкірек көзің ояу емес деген сөзді. Иә, көкірек көзің көр деген ғой. Құлағың керең болғанмен жүрегің тыныш болмайды. Жақсы. Тамаша.
мейлі енді не дейін дейді. Енді біз мына 1 миллион 2 миллион деген қаралымға негізі біздің Қазақстанда қазір көп әншілер 1 жылда 6 айда 2 айда жетіп жатады, еңлік 2 аптада ғана жеткен екен. Бұл соңы емес әрине, бұл 100 миллиондарға 200 миллиондарға баратынына біз кәміл сенімдіміз. Мінекей, ешқандай орыстың сөзін қоспай-ақ, ешқандай кірме сөз қолданбай-ақ, ешқандай көшенің тілін белден төмен әңгіме айтпай-ақ, кәдімгідей саналы ойлы сөзбен-ақ жасауға болады. Енді біз бағана басында айтып қалдым мен, бұны әттең айға қоссаң да болады деп. Неге? Өйткені тілдік ой, мына философиясы керемет болғанмен, тілдік деңгейі жалпы көркем емес. Еңлік біз мақтамасақ та ел мақтап жатқан қыз, алдағы өлеңдеріңді міндетті түрде ақындармен бір кеңесіп алғаның жөн болады. Еңлік сияқты жақсы дүниені насихаттайтын әндерді шығаратын әншілер көп болса екен. Бейнебаяндағы оттың жанында отырып, қазақтың ана көшпенділердің киімдері сияқты киімдермен, бір орамал сияқты нәрсемен жасаған образ дейді ғой, былайша айтқан кезде. Қазақша түсінбейтіндердің өзі сол бейнесін музыкасымен тыңдап шетелден пікір білдіріп жатыр. Айтарға сөз жоқ, шіркін-ай. Мөлдір өлең арнасына жазылып, бағдарламаға пікір жазып, келесі қай әнді талқылайық, ол туралы да өздеріңіздің ойларыңызды жазып, лүпіл басып отыруды ұмытпаңыздар. 18 мың қаламның авторы, жаратушы жар болсын. Сөзді ойнатуға болады, сөзбен ойнауға болмайды. Сау болыңыздар.